Баршаңызға қайырлы күн, достар. Бүгін сіздерге борщтың рецептісімен бөліскім келеді. Ғаламторда бұл сорпаның сан түрлі жаңағы рецептілері бар, бірақ менің рецептім өте дәмді болып шығатынына кепілдік бере аламын. Өте сүйіп, отбасым жақсы көріп ішеді бұл сорпаны. Сіздерге де осы рецептіні ұсынамын. Ең алдымен қазанға салқын су құямыз. Етті салып, орташа отта қайнағанын күтеміз. Бір қайнағаннан кейін дәміне қарай тұз саламыз. Қақпағын жауып, тағы да шамамен қайнатып аламыз. Қақпағын ашып, сорпамыз бір қайнағаннан кейін бетіндегі көпіршіктерін сүзгімен сүзіп аламыз. Артық көпіршіктері болмауы тиіс. Енді қақпағын жауып, шамамен 2 сағаттай қайнатамыз. Етіміз піскенше борщтың салмасын дайындаймыз, яғни сорпаға салатын заттарымызды дайындаймыз. Қырыққабатты осылай видеода көрсетілгенде ұсақ қылып турап шығамыз. Әдемілеп, жіңішкелеп тураймыз. Қырыққабатымыз молырақ болса, сорпамыздың да дәмі өте керемет болады. Мен сорпаға 5-6 картошкадай қостым. Енді картошкамызды көбіктеп турап шығамыз. Турағаннан кейін ыдысымызға су құйып, картопымызды саламыз. Пиязымызды да дөңгелектеп сақиналап шығамыз турап. Күнделікті тамаққа тұрғандай. Енді ыдысымызға салып, сәбізімізді үкіштен өткіземіз. Мен үкіштен өткізген себебім сорпамыз әдемі көрінетін болады, және дәмі де жақсы болады. Жақсы шығады. Және сәбізіміздің қалған бөлігінде үкіштен өткізіп аламыз. Енді борщтың салмасын, яғни пиязымызды қуырамыз. Табамыз қуырғаннан кейін сұйық май қойып, пиязымызды қызарғанша қуырып аламыз. Және үстінен үкіштен өткізген сәбізімізді салып, тұз бен бұрышымызды саламыз дәміне қарай. Және 20 минуттай араластырып, 20 минуттай бұқтырып қоямыз. Одан кейін біз 2 ас қасық томат пастасын қосамыз. Қалауынша қоссаңыздар болады. Және араластырып, қызарғанша және қақпағын жауып бұқтырамыз. Етіміз піскеннен кейін қырыққабатымызды сорпаға саламыз. Қырыққабатымызды араластырып, қасықпен бір қайнатып аламыз. Қырыққабатымыз қайнағаннан кейін картошкамызды салып шығамыз. Енді табада қуырылған пиязымыз бен сәбізімізді сорпамызға саламыз. Барлығын араластырып, шамамен 20 минуттай қайнатамыз. Біздің картошкамыз, қырыққабатымыз піскеннен кейін үстіне аскөбімізді себеміз. Біздің сорпамыздың дәмі өте керемет болып шығады. Иісі де, дәмі де. Міндетті түрде осы рецептпен дайындап көріңіздер. Және піскен етімізді ұсақтап турап, сорпамызға салып шығамыз. Біздің сорпамыз дайын болды, мінекей. Ас болсын.